Бүгін сен құрылымды күрделі теңдеулерді шешіп үйренесің. Теңдеуді шешейік. Белгісіз x санына 19-ды қосып, одан азайтамын 26-ны. Қане, амалдардың орындалу ретін анықтайық. Жақшаның іші бірінші орындалады. Екінші амал. Бірінші амалдың нәтижесінен 26-ны азайтамыз. Есіңде болсын. Күрделі теңдеуді шешуді соңғы амалдан бастайды. Екінші амалды орындаймыз. Өзімізге белгілі болу үшін бірінші амалды белгісіз x пен белгілеп қоямыз. X азайту 26 деген қарапайым теңдеуге айналды. Азайтудың компоненттерін еске түсірейік. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Белгісіз азайғышты қалай табамыз? Есіңе түсірші. Дұрыс, егер азайғыш белгісіз болса, айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. Жаңа жолдан бірінші амалдың орындалуын жазамыз. X қосылған 19, теңдікті қоямыз. 72 қосу 26. Белгісіз саны бар болғандықтан, теңдіктің сол жағын есептей алмаймыз. Сондықтан осы жағын жаңа жолдан жазамыз. Оң жақ бөлігін есептейміз. 72 қосылған 26 тең 98. Қарапайым теңдеу шықты. Қосудың компоненттерін айтып жіберші. Дұрыс, қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Қосылғыштардың бірі белгісіз болса, қалай табамыз? Дұрыс, белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамын. Олай болса, келесі жолға x тең 98 азайту 19 деп жазамыз. Есептеп шығарамыз. 97 азайтылған 19 тең болады 79. Тексереміз. X-тің мәнін теңдеудің берілгеніне қоямыз. 79 бен 19 сандарының қосындысынан 26-ны азайтамыз. Теңдеудің оң жағын есептейміз. 79 қосу 19 тең болады 98. 98 азайту 26 тең 72. 72-ні оң жағына жазамыз. Сол жағын көшіріп жазамыз. 72 тең 72. Ендеше теңдеуді дұрыс шештік.